жағы екен. Всем привет! Бүгін біз лесная сказкаға келдік. Ата-аналарымызбен Шымкенттен келді мама папа. И осындай әдемі ресторанда отырмыз. Қараңыздар, қандай әдемі вид. Осындай әдемі вид. Машина келе жатыр. Стандарт. Балық енді лесная сказканың ішінде қыдырып жүрміз. Прогулка жасап. Қараңыздар, қандай әдемі вид. Сюда. Мама, Зарина и Амина. Папасы екеуі жүгіріп келе жатыр. Давай, Амина, бол быстрей. Мы что сюда поднимались, помните? Я. Раньше было туда можно пешком ходить, и дальше там деревянный үйлер болған. Сол жаққа баруға болатын еді. Қазір уже ол жаққа бара алмайсыз. Ол жаққа бару үшін обязательно. Лесная сказка ішінде. Очень отдельно тоже водопад. Здесь детская площадка бар. Это на подногда ходим, гуляем. Всем привет, баршаларыңызға қалайсыздар. Мен Пулатсқа бара жатырмын. Погода бүгін бізде жаңбырлы. Раньше осындай погодада жұмысқа вообще барғым келмейтін. Әдемі баратын. Когда Пулатсқа болса, қандай погода болмайтын. Барамын, потому что Пулатсқа барғаннан кейін другое ощущение. Басқа адам болып шығамын. Жаңбыр болғанда кішкене себелеп тұр. Осындай Абай бойында келе жатырмын. Мен облыстағы Пулатсқа барам обычно. Уже барғаныма почти бір айдан асып кетті. Алдында Өзбекстанға барған кезде 4 күнімді заморозка жасап қойдым. Қазір енді бара жатырмын. Аккуратно. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Мышцы. Пресса. Вверх. Вниз. Вверх. Үйде булочки жасайын деп жатырмын. Булочки бізде нуттан жасалады, яғни ұнсыз. Сіздермен рецептпен бөліскім келіп тұр. Нутты мен осылай түнімен суға салып қойдым. Яғни қазір ол жұмсарып, прям күшті болып тұр. Енді оған қосатын бізде ингредиенттер: оливковое масло, псилиум, яблочный уксус, сода и карри. Осы ингредиенттерден біз қазір өте пайдалы әрі дәмді булочки жасайтын боламыз. Қазір мен барлығын араластырамын и блендермен езетін боламын. Духовкаға салайын деп жатырмын. 180 градуста 40 минутта пісіп. Сонымен қатар барлық ингредиенттерді араластырған кезде міндетті түрде су қосыңыздар. Яғни 150 мг. Мен видеоға түсіруді ұмытып кеттім. Жалпы рецепт бойынша негізі 150 мг су қосамыз. Барлығын араластырып, шарик тәріздес. Влажный қолмен шарик өте тез оңай жасалынады екен. Және 40 минутта қазір көретін боламыз результатын. Біздің булочкаларымыз пісіп жатыр, қараңыздар. Қандай әдемі, пышный болып пісіп жатыр. Міне біздің булочкаларымыз дайын болды, пісіп шықты. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Көтерілген дейді, домалақ, үлкен болып, пышный болып көтерілді. Қазір мен сіздерге бұл булочкалардың жұмсақтығын көрсететін боламын. Амина мен далаға бүгін прогулкаға шықтық. Бүгін бізде жаңа күн. Всем привет еще раз. Кеше бізде жаңбыр. Амина, отырма уже. Кеше бізде далада жаңбыр жауған. И бүгін качелялардың барлығы
Жаңбыр. Бүгін біз ерте шықтық далаға. Сағат қазір бізде 9. Хотя бы 11:30-ға дейін жүрсек, ары қарай үйге кіреміз. Вообще күшті график сағат Амина 7:30-7:де тұр, кажется, примерно так. Енді қазір сағат 11:30 жүрсек, үйге уже 12-де кірген кез тамағын ішіп, ары қарай түскі ұйқыға ұйықтайды. Соответственно, кешке то же самое, ерте ұйықтайды. Түскі ұйқысы ерте болса, соған сәйкес и дальше ұйықтайды. Соответственно, ерте ұйықтағаннан кейін ерте тұрады и кешке ерте ұйықтайды. И идеальный график деп ойлаймын. Осы графикпен енді постоянно жұмыс істеу керек. Двордың бір жақ жері осындай ухоженный, елкалар, қасында прям жүргенге приятно. Газондар и осындай әдемі гүлдер. Осындай гүл ашты. Жаңбырдан кейін прям идеально. Амина біреудің машинасына отырып довольная болып кетіп бара жатыр. Мына жақта бізде алма өсіп тұр. Маған еще двордың осы жағын айтты. Прямо гүлдер өте көп. И бұл жерде чисто только жол жүруге арналған, машиналар жүрмейді. И елка везде. Маған осы жағын айтты, как мини Турция бізде. Амина, кеттік. Мына жақта беседка бар отыратын и спорттық ойнайтын ойындар. Мына жақта бізде жаңа үй салып жатыр. Егер осы жақтан ашатын болса, біздің жолымыз ұзарады. Прогулка жасайтын жолымыз. На дом уже почти бітті. Адамдар ішіне кіріп, ремонт жасап жатыр. Енді только дворлары қалды. Осындай панкейки без сахара. Қазір екіншіге аударамын. Панкейки мен бананнан жасадым. Өте күшті. Рецептін комментарияға қалдырып кететін боламын деп түрде. Қараңыздар, жасап көрдіңіздер. Өте оңай жасалынады. Ау, не болды балаға? Біздің панкейктер дайын. Пісті. Қараңыздар, қандай әдемі цвет болды. Даулет, я видео снимаю. Өте дәмді, күшті шықты казиносын Аминаға беріп, балаға бергенге де күшті. Нет, у вас есть информация. Мой босс круче, чем ваш босс. Всем привет! Біз фильмнан шықтық. Угадайте, қандай фильмға бардық? Дьявол носит Праду. Вроде өте қызықты фильм. Кстати, менің группаласым, есімі Айдын. Давно кездеспедік, иә? Қашан последний раз бізге естік? Ой, не знаю. Да, давно кездеспедік. Бізге фильм өте қатты ұнады, наверное, 2,5 сағаттан аса болды. Қандай впечатление после фильма? Сенде? Фильм прям вау деп андай көретіндей емес. Но андай сағыныш бар екен бірінші часть. Первую часть все равно, мне кажется, круче, да, чем вторую часть қарағанда. Бірақ первую часть обычный фильмнің телевизордан көрдім, кинотеатрдан только екінші часть көрдім. А сен ше? Біз Starbucksқа келдік, өзімізге осындай перекус алдық, кофе алдық. Екеуміздің де ұйқымыз келіп тұр екен, как раз кофе, чтобы ұйқыға ашатын кофе алдық. Всем привет, баршаларыңызға қалайсыздар? Мен йогаға бара жатырмын, кішкене кешік бара жатырмын, тез жүру керек. Қазір 8:50, анда 8:30-да басталады йога. Примерно 30 минуттай жүру керек. Сол үшін тез такси болса вообще кешігем, лучше өзім тез жүрейін деп жатырмын. Так, осындай жолмен келе жатырмын. Бізде апая. Машинамен жүргеннен көрі, пешком жүрген әлде қайда удобно. Жол бойы осындай әдемі гүлдер кездестірдім. Қараңыздар, қандай әдемі, прям. Плечи вниз. Руки прямые все время, отталкивают. Супер, поворачиваемся в другую сторону. Пилатестан келе салып, үйге келіп самса жасап жатырмын. Самсамды қазір пергаменттің үстіне салып қойдым. Енді духовкаға жіберетін боламыз. Менде бұл замороженный. Примерно бір
45-55 минут ішінде пісіп шығады. істерді аяқтау бұл ең маңызды нәрсе. Содан кейін, пожалуйста, фрирайтинг жасайсың, одан кейін расплавление жасайсың. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Мен қазір кешкі асқа лагман жасайын деп жатырмын. Алдын ала мен қазір етті, бұл жерде бізде ет, мен қатар пияз, чеснок барлығын етті алдын ала қуырып алдым. Оның үстіне пияз қостым, және помидор, чесногын қосып, дәміне қарай тоз бұрыш салдым да, енді қазір бір 10 минуттай осылай бұқтырамын. Потом барып уже мына бұрыштарымды салатын боламын. Бұрыштарды алдын ала турап қазір тазалап қойдым, енді турайтын боламын. Лагманды мен тестасын сатып алдым дайын, тек подливын жасайтын боламын қазір. Осылай тез жасауға болады и өте дәмді шығады. Негізі часто бұл тамақты жасамаймын. Лагман тестасын негізі бірінші рет сатып алдым осылай. Жалпы былай менде YouTube каналда бар, қалай жасалу жолы міндетті түрде қайталап көріңіздер. Мен рецептменде просто үй жақта бір жаңа магазин ашылған екен. Сол жерде полуфабрикаттар сатылады, самса, пицца барлығы. И сол жерде лагман тестасын көрдім. Вроде маған ұнады, өте жақсы. Осындай дайын тесто сатып ала салдым. 880 теңге шықты. Қазір бұны тек суға қайнатамын и пісіремін. Все, готово. Дымовар деп аталады магазин. Бізде үй жақта ашылған екен. Бірінші рет көрдім. Вроде домашний, барлығы жақсы, адамдар жасайды. Өте проверенный жер екен. Сондықтан бүгін посмотрим. Всем привет, достар, баршаларыңызға қалайсыздар? Бүгін бізде воскресенье. Бүгін біз паркке бара жатырмыз, ботанический садқа. Давно болмадық паркте. Уже 2 айға жуық уақыт болып қалды. Да, точно, 2 айға жуық уақыт болып қалды бармағанымызға. Как раз бүгін бара жатырмыз, барып прогулка жасап, демалып қайтайық деп. Киіп деп жатырмын. Думала осы футболкамен шығу, сосын передумала. Қазір рубашка киемін. Легкий. Весенний, осенний. Рубашка киемін. Аминаны атып жатырмын Шарикпен. Далаға шықтық, қазір машинаға бара жатырмыз. Аминаны қараңыздар. Довольная, Шарик шығаратын этот пистолет алып берген болатын, соны Шарик шығарып жүр. Как раз паркке барғанға удобно осымен. А то алдында үйдің ішін бәрін осындай көпіршік қылды. Амина, ботанический садқа бара жатырмыз. Давно болмады. Қашан болды последний раз ботанический садқа? Примерно бір 2 айдай болды, почти болмаған. 2-3 айдай болып қалды. Қазір барып заодно сіздерге осы видео түсіретін боламын. Алматыдағы ботанический сад. Әдемілігін менімен бірге видеоға көретін боласыздар. Келдік. Әл-Фарабидің бойынан кіретін боламыз. Бұл жаққа машинамыз парковкаға қойдық. Қазір дәулет оплатасын тұр. Мен басыма кепка киіп алдым, дала бүгін ыстық екен. Ботанический садтың ішінде жүрміз. Қараңыздар, осы жерде фазандар бар екен. Фазандар гуляйды. Қандай әдемі. Қараңыздар жолда. Дальше барамыз. Қазір жақта центрына барамыз. Пока шет жағымен жүріп бара жатырмыз. Ботанический сад біз почти 3 айдай болып келмегенімізге. Өте әдемі, прямо жап-жасыл. Жасыл шөптің иісі жоқ тұр, күшті болып тұр. Бізде ботанический садтың алдыңғы жағы Тимирязевамен кірген кезде осындай әдемілік. Адам ондай қатты бүгін көп емес, бүгін бізде суббота. Ой, молодец, покатается. Кет. Осындай әдемі елкалар.
биік елкалар бар. Осылай көтеріліп бара жатырмыз жоғарғы жағына. По центру жүретін боламыз енді. Балапан самоката. Кеттік, Амина. Судың бетінде бізде осындай әдемі гүлдер ашып тұр. Это из Америки қарсы алып келгендер. Когда Ташкентте болған кезде осындай гүлдерді біз японский садтан көрген болатынбыз. А бүгін бізде ботанический садтан. Кеттік, ана жақта, Амина, аққу көреміз, аққу. Лақтырма болмайды, кеттік, жүр. И ботанический садта бізде осындай аққулар бар. Ау, жаным. Еще балық бар, да? Қайсы балықтар? Имран. Да, вот балық. Амина балықтармен аққуларға қарап жатыр, я? Балықтар. Ана қызыл балық, Амина қара, қызыл балық келатыр, на жақта. Үлкен. Раньше балық осы жерде көп болатын. Бүгін балықтар өте аз. Екі аққуды қара. Мынау Әл-Фарабидің бойында шығатын жердегі вход. Осында әдемі көрініс. Қараңыздар. Әдемі тау. Аште бақалар. Хочешь наш посмотреть, Амина? Там нелер бар. Балықтар бар. Балықтар көресің ба? Осындай көл бар. Көлдің ішінде әртүрлі балықтар. И осындай утка. Қараңыздар, утка не істеп жатыр. Амина, ұрмаш, пожалуйста, олай. Неге ұрасың? Неде так ұруға болмайды? Мама, түсіріп жатыр. Қара сен лучше анаға. Ана жақта күн ыстық болып кетті. Осындай әдемі гүлдер. Қараңыздар, қандай әдемі. И это у нас ботанический сад. Здесь балалар фонтанмен ойнап жатыр. На самом деле не рекомендуется там, бірақ родительдермен бірге ойнап жатыр. Амина прям соларға қарап тұр. Амина, кеттік, жүр. В целом ботанический сад өте ухоженный, сад өте әдемі. Заодно, конечно, сол үшін платный. Аминка, пошли! Чу, шока, вон там магазин есть, пошли. О, күн шығып кетті. Күн ыстық болып кетті прям. Пошли, Амина. Мына жерде судың үстінде өсіп тұрған әдемі гүлдер. Да, вот мына гүл ашып тұр. Прикольно, өте әдемі көрінеді. Осы гүлдер негізі Америкадан алып келген екен, негізгі тамырын. И осы жерге отырғызған. Қараңыздар, қандай әдемі. Такая красота. Біз достарымызбен жүрміз. Ботанический садта. Қараңыздар, қандай әдемі жерге келдік. Бұл ботанический садтың ортаңғы бөлігі. Мына жерде осындай монументтер пайда болыпты. Так, түйенің. Мына жерде гүл. Раньше болмаған бұл жерде. Қыс мезгілінде осы жер өте әдемі көрінеді. Фотосессия жасаған ғана ағаштардың өздері өте әдемі. Бізде Амина бүгін вообще ұйықтамады. Обычно күндізгі сағат 2-де ұйықтайтын. Уже сағат қазір 3:30 асып кетті. Әлі ұйықтаған жоқ. Кішкене графика бұзылып жатыр. Не знаю почему, но ұйқысы келмей жатыр. Может быть, қазір біз шығамыз бұйыртса, сол кезде уже машинада ұйықтайды. Қараңыздар, қандай әдемі мына жақта ағаштар. Ұзын ағаштар. Осы ағаштар прям парктегі әдемі ағаштардың бірі. Әдемі көрінеді, әдемі көріністе. Қанша рет осы ботанический садқа келсек деп, осы ағаштарды көрген сайын міндетті түрде фотосессия жасауға тырысамыз, либо жай ғана видеоға түсіруге. Кені жалықпайсың, прям сондай әдемі. Мына жақта тауды қараңыздар, тау өте әдемі көрінеді екен. Мына жақта жасыл, сары шөптер өте тоже әдемі көрінеді. Біз қазір осылай шығып тамақ ішетін жерге бара жатырмыз. Почти уже біз қанша 3 сағаттай болдым. 3 сағаттан асып уже жүрміз. Нашта азан оқып жатыр. Нұр Мубарак университеті бар. Осы жақта тура қасында ботанический садтың.
Очень красиво. Вот біздің компания. Привет! Біз кешкі ас ішуге келдік. Арбат жақта Аққу деген кафеге, ресторанға. Мен өзіме осындай окрошка заказ бердім. Дәмі күшті екен, ұнап жатыр. Аминаға фаршированный перец. Оған прям әдемі подачамен келді. Дәулет, как всегда, бургер, паста, Зарина, Дәулет, Амина, барлықтарымыз. Осындай қараңыздар, қандай әдемі витпен тамақ ішіп отырмыз. Адам көп екен, каждый столик прям полный. Бірінші көріп, бізге қатты ұнап жатыр. Қазір енді тамақтары да өте дәмді сияқты. Пока что окрошка ғана жеп келді. Окрошка дәмді екен. Кафесінің алдыңғы жағы екен. Алды осындай фонтан. Әдемі екен, приятно жүргенге. Вот и Зарина, и сам кафе. Кафе или ресторан? Кажется, ресторан қойдым. Тамақ ішіп алып, енді прогулка жасап жүрміз. Амина жүрмінде суретке түспекте қашып. Ішінде осындай, как шведский стол сияқты тамақтар сатылады екен. Біз шығып бара жатырмыз. Довольная болып, қазір Арбатта қадамыз кішкене прогулка жасап. Здесь ярмарка. Бірдеңелер сатып жатыр. Киімдер разный. Кеттік жүздер. Арбатқа енді жүріп қайтамыз кішкене. Әшіп домой. Арбаттың өзі осындай прогулкой әдемі ойлен. Perfect. Жоғарыдан түсіп күшті көрінеді. Мына жақта біз ертең балалар күні. Ертең бізде 1 июнь, День защиты детей. Соған арнап бүгін концерт болып жатыр екен дополнительно. Арбаттың өрт етеміз. Мына жерде қазақша әшекейлерден ілініп қойған әдемі, да? Ерекше көрінеді екен. Біз дальше үй жаққа қарай прогулкаға кеттік. Амина көтеріліп, стоп сияқтылардың бәріне мініп, ойбай, камерамен таппай қалды. Қараңыздар, ана жақта ай и біздің Көктөбедегі башня. Әдемі көрініп тұр, я? Ай прям бұлттың астында доп-домалақ үлкен болып тұр. Ана жақтарда прямо күшті, тоже гүлдер әдемі. Уж біз үй жаққа қарай қайтып бара жатырмыз. Осындай туған күнге торт алдым. Қараңыздар, осындай бента торт. 400-ға толып жатыр, Дәулет бізде. Қазір сағат бізде түнгі 12 болды. Дәулеттің туған күні осындай бента торт алдым. Спичкамен жағатын боламыз. Так, где наша спичка болған? Где наша спичка? Сюрприз есть для тебя. Все, ты готов? Да. Все. Не готова. Амина, ты готова? Давай тоже өшір. Сағат қазір түнгі 12 болды. Бүгін бізде Дәулеттің туылған күні. Туылған күні құттықтайын деп жатырмыз. Эй, светті өшір, жақ. О-о. Бүгін Дәулеттің туылған күні. Жаным, туылған күнің құтты болсын. 34 жасқа толып жатыр Дәулет. Да, еще раз делай. Молодец. Туған күн ғой. Там камера не видно, если что. Только Амина видно. Ой, Аминаға шықтың ғой. Нет, ауызбен түсе берсей.
құтты болсын туған күнің. Даулеттің только уже туған күнін құттықтадық. Мен только полностью екі жаққа снимать ете алмадым. Рилсқа ғана снимать еттім. Осындай шар заказ берген болатынмын. 5 штук. Әдемі да? Гелевый. И осындай торт 34 деген Аминаның қолы. Вот так. Это вот типа көңіл ғой, все-таки көңіл. Не берген саған? Вытянутый. И от него еще. Вот этого не нужно движение, да? Не на пол. Ровно. От макушки до пятки ровная линия. Крестец. Руки давят на рог, давят и отталкивают. Колени прямые, голова, шея, продолжение, широкие плечи, помним, да? И толкаем, толкаем рог, еще толкаем, вниз толкаем, колени прямые, еще. Колени прямые. И пружиним вниз. Раз, два, три, четыре. Прям все позвонки вниз, в лопатках. Раскройтесь. Раз, два, три. Позвонки. Или на машине поедешь. Если потом домой или к нам пойдешь. Даулеттің туған күнін тойлауға бара жатырмыз. Суис хотел, яғни санаторий атауға бара жатырмыз. Там қазір посмотрим, қандай екен кешкісін. Обычно біз ол жаққа в основном күндіз барғанбыз. Енді бүгін қазір сағат 7 кешкісін. Уже кешкісін көретін боламыз. Біз санаторий атауға келдік. Осы жерде Филипстен ресторан бар. Соған келдік. Қазір сол жерде ужин ішетін боламыз. Осындай көлдің жағасында айналып баратын боламыз. Қараңыздар, қандай әдемі вид. Тау. И вот біздің баратын осы жерде кафеміз. Негізі іші өте әдемі. Бағалары да ода қатты қымбат емес. Выше среднего, по идее. Но можно анда-санда келіп, осындай туған күн болсын, отмечать етуге болады. Стой. Филипс ресторанына келдік. Іші осындай, қараңыздар, қандай әдемі. И біз меню қарап жатырмыз. Нөште әртүрлі ценада менюда тағамдары. Амина, нельзя, это топ. Қазір енді мен примерно өзім таптым, қандай тамақ заказ беретінді. Даулетпен Зарина пока ойланып жатыр. Ана күшті болып тұр. Жаңа жаңбыр жауайын деп бастаған. Қазір уже жаңбыр жоқ. Прям салқын болып тұр. Күшті болып тұр. Орна қой. Ана қызға детское меню көрсек, там только фри, сондай. Амина бізде фри, картошка жемейді обычный. Здесь необычный тамақтар екен менюда. Здесь шашлыки тоже есть, шашлык знакомый. Мен на заказ берейін деп жатырмын. Обжаренная говядина с чесночным масле. Вроде интересный. Да? И гарнирға қазір посмотрю здесь, что можно заказать. Пока біздің заказымыз келгенше, біз айналасында прогулка жасап жүрміз. Так, мына жерде бізде көл, осындай әдемі көл, қараңыздар. Прям көлдің қасында осы біздің жаңағы ресторан Феникс. Осындай жолмен келдік. Өте әдемі, да? Мына ресторанда, кстати, көптеген блогерлардың, ақшасы бар адамдардың свадьбалары, ұзатулары болған екен. Очень интересно, да?